Достар, мал шаруашылықтағы американдық пицца тәсілі жайлы естідіңіздер ме? Не білесіздер? Комментарийде бөлісіп отырыңыздар. Америкада мал бағудың өзіндік жүйесі бар. Оны пицца тәсілі дейді. Яғни бір үлкен ферма өзінің жайлауларын қоршаулармен қоршап тастайды. Ол өз жайлауында бірақ қана үлкен қоршау құрмай, ол бірнеше қоршаулар құрады. Сосын малды бір қоршаудан екінші қоршауға көшіріп отырады. Мысалға, ол 12 қоршау құруы мүмкін, яғни малды әр ай сайын бір қоршаудан екінші қоршауға көшіріп отыру мүмкін. Сонда бір жылда айналып келгенде, ана бірінші қоршауда шөп артқа өсіп тұрады. Ол қоршаудың ішіне суаратын жерлер құрастырады, немесе ол қоршауларды әртүрлі табиғи суы бар жерлерде орналастырады. Яғни сөйтіп малды қоршаудан қоршауға көшіріп отырып жұмыс істейді. Ол тәсілдің тиімділігі неде? Біріншіден, бір ғана отбасы 5000-6000 шақты мал басын ұстай алады. Яғни малшының сол кезде басты жұмысы қоршауларды көлікпен айналып тексеріп отыру. Мал қоршауды жарып кетпеді ме екен деген мәселеде. Ондай қоршауларды олар колючий проволокалардан жасайды, әртүрлі материалдардан құрастырып жатады, кейбіреулер ағаш сагондар құрып тастайды, сөйтіп қоршаулар бәлен. Онымен қоса американдық көзқарас бойынша малға адам жақындай бермеу керек. Егер малға адам жақындай берсе, онда мал стресске ұшырап, салмақ жоғалта бастайды, аурушаң бола бастайды. Яғни американдықтар малға көп жақындамауға тырысады. Олар бір қоршауға кіргізіп қояды, болды. Бір ай малға жақындамайды, тиіспейді. Ол өз ішінде емін еркін жайылып отырады, олар тек қоршауды тексеріп отырады.